Пайдасы жоқтың бәрін таста. Дәл қазір Шинада қоқысқа таста. Мәселен, ылғи аяғыңды қажайтын кесек болды, сүріне беретін туфлиді, бір жағы істемей қалған құлақ қапты, ескі сервизден қалған жалғыз тәрілгені сыртқа шығарып, қоқыстың жанына қалдырып кет. Керек қылған біреу алар. Диетаныңда тізімін таста. Тоңазытқыштың сыртына ілініп тұрған қалжыңсыз. Күнде кешке тамақ хабарласып, неткен сұмдық дейтін қимасың болады. Иә, әрине деп тұрып, ойың басқада болса, нең бар оның сұмдығында? Екінші жауап қатпа. Таңертемен тағы 5 минут дегенің телефондағы таймерге бәрібір. Не қарғып тұр, не ерте жатып дағдылан. Ұят боладыға тіреп, оятқыш қойма, сылтауратпа. Баяғыда істеген істеріңе, таңдауыңа, қарым-қатынастарыңа бола өкінбе. Өкініштің түк пайдасы жоқ. Бәрі дұрыс. Сол кездегі сен үшін ол ең дұрыс шешім болған. Сабақ алғаныңа разы бол. Ал егер деме, ешқашан. Шаман келсе істе, ұнаса ары қарай жүр. Жапон тілі ұнаса үйрен. Танысың келсе хат жаз. Басқа жұмыс керек пе? Ауыз, шаш ұнамай ма? Өзгерт. Көңілің тартса, театрға бар. Тағысын тағылар. Тура ертең ұнаған бір істі тындыр. Ойланба, әрекет қыл. Қайта-қайта кешірім сұрау әдетінен арыл. Бір рет қайтсаң да жеткілікті. Егер шын себебі болса, қалғаны артық. Шабадан қарым-қатынас бір болу қиын. Таста аянышты. Қолың талмады ма? Әдемі дөңгелегі бар, қымбат кейістерге көш. Өз жүреді, рахат. Әдемі жеңіл жайлы, сенімді. Сөздің төркіні түсінікті ме? Әйтеуір кездесеміз дейтін уәде. Қол тигенде хат жазам, істеймін, ала келем, сыйлаймын дегендер аптадан артық ауада ілініп тұрса, оған дейін ешкім өліп қалмаса, соның бәрінің түк қажеті болмағаны. Ол адам артық жүк. Таста, жеңілде. Қолымнан келмейді, не мұны түсінбеймін деген сөздер пайдасыз. Оқы, түсін, біл, жасап үйрен. Білетін адамның ақысын төлеп істет. Бірақ істе. Өмір өз қажетсіздігіңді түсінуден емес, өмірді жеңілдетуден тұрады. Солай емес пе? Көзіңе жас үйіріліп, көңілді сыздататын естеліктерден арыл. Шаман келсе, ұмыт. Қайтадан еске түссе, өшіру тетігін бас. Өмірді улай берме. Енді өзгерте алмайтын нәрсеге бола шылама. Өтті кетті. Үнемі елдің ығына жығылып, жақсыдан боп көрінуге тырысу, айтарың бар кезде де басқаның көңіліне қарауды доғар. Бұл мінезді түп тамырымен жұлып таста. Айт, пікір білдір, сұра, түсіндір. Әдепті түрде, мәдениетті түрде өзіңнің ойыңды жеткізіп үйрен. Қартаюдан қорқу, жаңадан үрейлену, өз сұлулығыңа күмәндану, бақытыңа сенбеу, бәрін қалың қалтаға сап, отқа таста, күлін көкке ұшыр. Мұның бәрі өмір сүруге кедергі, еш көмегі жоқ. Сынған есік, айна, тұтқа, ас үйдегі пеш, шәугім, шәйнекті жөндеу, қымбат, таста, жаңасын аласың. Өзің қалағаныңды ал. Интернетте уақыт өлтіруді доғар. Осыны оқып, немесе тыңдап болған соң, көшеге шығып, серуендеп кел. Далада бәрі басқаша. Самал жел, күн, жауын, қар. Жаяу жүр, тыныста, айналаңа қара. Тазалықты сезін. Мұның бәрі өмір ғой, тіршілік. Болар саған жұмыс істейді.